құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен келесі тақырып қарастырамыз. 7 сыныптан тармақталған алгоритм деген үлкен бір кіріспе. Ал бастайық. Тармақталған алгоритм деген не? Ол белгілі бір шартқа қарап орындалатын алгоритм. Яғни шарт орындалса ғана орындалады, болмаса келесі варианттарды ұсынады. Қазір бұл компилятор, әзірге біз ол керек емес. Қазір келесіне. Бізде 3 негізгі сөз бар. If, elif, else, егер, онда, әйтпесе деген. Бұл жақта, егер ағылшын тілін білетін болсаңдар, өте оңай. Ол үшеуі де бізге шартқа байланысты жұмыс жасайды. Ал қарапайым мысалдарды қарастырсақ, мына жақта бірінші мысалдар болмас бұрын шартта әрине салыстырмалы нелер бар, таңбалар бар. Оның ішінде екі тең емес, үлкен, кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең. Ол өте маңызды. Келесі шарт. Бізде мына жақта екі түрлі мәліметті берудің тәсілі бар. Біреу блок схемамен, екіншісі қалай ол код Python'да жазылады. Ең бірінші бізде шарт орындалады. Шарт болады. Егер ол шартта өтсе, сол шартқа сәйкес команда орындалады. Егер ол шарт орындалмаса, ол уже келесі жолы орындалады. Яғни біздің өмірімізде әр күні әртүрлі шарттар болады. Мысалы, таңдау болады. Алма алайын ба, алмұрт алайын ба деген сияқты. Алма алсаң, мысалы, 350 теңге деген сияқты, алмұрт алсаң 450 теңге деген сияқты. Сонда біз әрқашан таңдау үстіндеміз. Соны Pythonға қалай көшіру үшін осы if, elif, else-ті бізге берген. Келесі бір қарапайым мысал. Бізде екі сан береді. Ол бүтін сандар, яғни ол int болу керек. Осы екеуін егер a саны, яғни ең бірінші сан жұп болса, оны квадраттап b-ға қос дейді. А егер ол тақ болса, онда ол санның өзін ғана b-ға қосып шығару керек. Мысал ретінде мына жақта a 5-ке 6-ға тең, b 5-ке тең. Мына жақта a мен 6 мен 6-ны көбейтіп 5-ке қосу керек. Егер ол тақ болса, әшейін ғана қоса салу керек. Ал енді осыны қалай жазамыз, Мына жақта блок схемада екі сан берілген. Жұп екеніміз қаяқтан білеміз? Яғни аны 2-ке бөлген кезде қалдығы 0 болса, ол бізде жұп болады. Егер ол олай болмаса, біз жай ғана k деген айнымалы арқылы екі сан қосындысын тауып принтпен шығара саламыз. Яғни мынау бізде шартымыз. 2-ке тең болса, аны біз квадраттап b-ға қосамыз. Егер ол болмай қалса, біз тікелей a мен b-ны қосып k деген айнымалы арқылы сол мәнін шығара саламыз. Келесі мысал. Егер де a деген сан беріліп, ол 10 сан болса, біз оны квадраттаймыз. Егер теріс сан болса, біз оны наоборот кубын есептейміз. Ол қалай болады? Яғни мына a деген сан бар. Ол бізде 10 сан болып тұр. Квадраттадық. 5 деген сан бар. Біз оны теріс сан, ол біз кубтадық. Яғни шартта біз әрине егер де a саны 0-ден үлкен болса, біз оны квадраттаймыз. Болмай қалса, яғни керісінше теріс сан болса, біз оны просто кубтай саламыз. И осылай бізде мән шығады. Сөйтіп, мына жақта оң жағымызда блок схема, яғни шарт орындалса келесі мән, орындалмай қалса келесі мәнмен кетіп қалады. Келесінде бізде үшінші мысал. Берілген сан бізде жұп болса, біз оны 0 деп шығарамыз. Егер тақ болса, біз оны 1 деген текст ретінде шығарамыз. Яғни алдындағы мысалдар ұқсас. Біз ең бастысы жұп деген қалай табу керек екен осы шартты өзімізге жазып алсақ өте күшті болады. Өте көп келетін шарттардың бірі осы.
әзірге осымен бірінші сабақ жеткілікті. Келесі сабақта біз кірістірілген алгоритмді талдаймыз.